Саламатсыздар, құрметті студенттер. Саламатсыздар. Бүгінгі материалды көркемдік өңдеу сабағынан екі тігісті астарлы жеңді өңдеу технологиясын көрсететін боламын. Екі тігісті жерімізді бастамас бұрын ең алдымен сіздерге қысқаша түсіндіріп айтып кететін болайын. Сырт киімнің жеңі конструкциясына қарай көп түрге бөлінеді. Сіздерге 4-тен айтып кетейін. Қондырма, реглан, алдыңғы және артқы тұтас пішілген жеңдер болып бөлінеді. Ал енді сабағымызды жабдықтау үшін бізге керекті құрал жабдықтарымызды көрсетейін. Сызғыш, сантиметрлік таспа, бор, арнайы өзіміздің лекаламыз, қайшы, мата, астарымыз және де жабыстырма матамыз керек. Ал енді сабағымызды түсіндіре кететін болайын. Бізге ең алдымен арнайы екі тігісті жеңіміз лекаласы керек болады. Үстіңгі жең, астыңғы жең. Енді осыны сіздерге сызып көрсететін боламын. Маған тезінен барлықтарыңыз қасына тұрып. Мына көріп тұрсыздар, барлық лекала мен матаны. Бірінші матамызды бет-бетімен беттестіріп қойып аламыз. Одан кейін үстіне лекаламызды қоямыз. Лекаламызды көріп тұрғандарыңыздар әрқайсысында өзінің еніші бар. Ең алдымен мән беретін жағдайымыз бізде бұл негізгі жіп бағыты. Лекала мен матаның негізгі жіп бағытын анықтап болғаннан кейін үстіне лекаламызды қойып сызып аламыз. Ең алдымен мән беретін нәрсеміз біздің өлшеп аламыз. Он 16 сантиметр. Астыңғы жағы да 16 сантиметр болу керек. 16 сантиметр. 16 сантиметр болғаннан кейін енішімізден сызып аламыз. Одан кейін астыңғы сызбамызды сызамыз. Оны да ең бірінші өлшеп аламыз. Одан кейін бастаймыз. Лекаламызды бастырып алдық. Ендеше оны қиып алайық. Біздің қосымша бермеген себебіміз лекала жасау барысында біз оған қосымша бергенбіз. Тігіс ақысын сол себепті лекаланың өзін сызып алдық. Ал енді ары қарай қайтамыз. Әйел бұйымдарында жеңдердің сыртқы түрі сан алуан, пішілуі жөнінен жеңдер бір тігісті, екі тігісті және үш тігісті болып келеді. Жеңдер әртүрлі тәсілдермен әрленеді. Бедерлі тігістер, бастырмалы тігістер, қаттамалар, тіліктер, қайырмалы тігісті, ашық, сондай-ақ белдікшелер, паталар.
тігуге кірісеміз. Жеңіміздің матасын пішпес бұрын, ең алдымен астарлық матамызды дымқылды жолымен өңдеп аламыз. Келесі операциямыз бізде екі тігісті жеңіміздің матасын алып, енді жең аузына жапсырма жапсырамыз. Оны дымқылды жолымен өңдеп аламыз. Міне бізде дымқылды жолымен өңдеп болдық. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болады. Үстіңгі жең, астыңғы жең. Ал енді бұны біз тігеміз. Міне сізге түсіндіріп өтейін. Жеңіміздің үстіңгі жағы мен астыңғы жеңді бір-бірімен 10 бетімен беттестіріп, 1 сантиметр қосымша тігіс беру арқылы сырып тігіп аламыз. Тігісімізге бетпе беруді ұмытпаймыз. Астыңғы жағынан және де үстіңгі жағынан. Ал енді бастаймыз. Алдыңғы тігісімізді тігіп алдық. Енді осыны айыра үтіктеп, дымқылды жолымен өңдеп аламыз. Міне алдыңғы тігісімізді айыра үтіктеп болғаннан кейін, енді біз шынтақ тігісінің тігеміз. 1 сантиметр қосымша тігіс қалдырып, сырып тігеміз. Шынтақ тігісімен тігіп болдық. Енді осыны шынтақ тігісін арнайы қалыпта формасын келтіріп, айыра үтіктейміз. Дымқылды жолымызбен арнайы қалыпты үтік басып алдық. Міне шынтақ тігісін тігіп алып болғаннан кейін, жең аузын 1,5 немесе 2 сантиметр өзінің қалдырған иенішіміз бойынша үтік басып үтіктеп аламыз. Жеңді бітірген екен, жеңіміздің астарына келеміз. Жеңіміздің астары үстіңгі астар, астыңғы жең астары болып екі бөлікке бөлінеді. Ең алдымен астар тігісін өңдемес бұрын біз алдыңғы тігіс пен шынтақ тігісін
1 сантиметр сырып тігу арқылы тігіп аламыз. Одан кейін шынтақ тігісін тіккеннен кейін бізде бағана еніш бердік. Сол енішке дейін 20 сантиметр қалдырып ары қарай тігеміз. Ол 20 сантиметр бізде жеңіміздің ішкі жағын өңдеу үшін қажет болады. Ал енді дайын болған жен астарын негізгі женмен үйлестірмес бұрын ең алдымен шынтақ тігісімізбен алдыңғы тігісімізді бір-біріне келтіріп, үйлестіріп 0,8 немесе 1 сантиметр сырып тігіп аламыз. Екпе беруді ұмытпаймыз. Ал енді жұмысымызды бастаймыз. Астармен негізгі жеңді тігіп болғаннан кейін дымқылды жылумен өңдеп аламыз. Міне енді біздің екі тігісті женіміз дайын болды. Енді сіздерді көріп, тексеріп, бағалайтын боламын. Ал енді сіздерді ең алдымен бағалап алайын. Мен Умидаға 5 деген баға қоямын. Өйткені оның тігісі жақсы тігілген және де арнайы талаптарға сай тігілген. Одан кейін килоларға 5 қойғым келеді, оңғылы сондай, және де Нафисаға. Ал қалғандарымызға орта балдан. Ал енді бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылай кететін болсақ, сіздерге 1-2 сұрақ қою арқылы қорытындылап кетемін және де үй тапсырмасын беремін. Ал енді сабағымызды қорытындылай келе, сіздерге 1-2 сұрақ қою арқылы қорытындылап кетейін. Одан кейін үй тапсырмасын беретін боламын. Екі тігісті жеңді көбінесе қандай бұйымдарда кездестіреді? Кім айтқысы келеді? Тұрамыз дейді. Екі тігісті жеңді көбірек классикалық киімдерде, сосын сыртқы қалың киімдерде көбірек тігіледі. Отырыңыз. Екінші сұрағым, жеңдердің неше түрі бар? Жеңдердің түрлері реглан жең бар, екі тігісті жең. Ал енді үй тапсырмасын беретін болайын. Үй тапсырмасына осы тіккен бір женіміздің екінші женін тігіп келетін боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.